Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, назарларыңызда дәуір дүбірі. Бүгін біз арқаның төрінде жаңарқадамыз. Санаулы минуттардан кейін дәл осы біз тұрған бәйге алаңында арқаның алтын құнаны турнирі басталады. Биыл екінші рет жалауын желбіретіп отыр. Былтыр Еркіндік ауылында өтіп, биыл міне жаңарқаға келді. Бұл бәйге басқа бәйгелерден ерекше, себебі дәл осы арқаның алтын құнанына 20 жүлде тігіліп отыр. Оның сыртында тай бәйге болады, оған 9 жүлде, аламанға 7 жүлде. Енді байырғы қазақтың дәстүрлі бәйгісінің жарқын көрінісі деп айтсақ болады. Қазір әуелі жарыс алаңына аламанның арғымақтары шығады, ізін алып тай, одан кейін құнан бәйге болады. Назарларыңыз бізде болсын. Құрметті көрермен, бәйгінің басталуына шамамен 10 минуттай уақыт қалды. Енді осы сәтті пайдаланып, Ербол ағамыздан сөз сұрауды жөн көрдік. Ербол аға, енді керемет бәйге ұйымдастырып атсыздар, керемет жоба деп айтсақ болады. Көрерменге түсінікті болу үшін де айтып өтейін. Дәл осы арқаның алтын құнанына бастамашы болған осы Ербол ағамыз. Дәл осындай бәйге өткізуге не себеп болды? Содан бастаңызшы әңгімені. Енді ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі, алаш елі атбегілер. Бұл мақсат енді кейінгі кезде мынау құнан бәйгісінің құнсыздығына біраз ішті ашытты, шыны керек. Қанша бәйге барамыз, құнан бәйге 300 мың, әр кетсе мотоцикл тігіліп, мынау қай атқа, ат мұратқа жеткізеді дейді, бірақ негізі аламанға аман есен шығартатын құнан ғой. Сол құнанды қолға алып, мына былтыр осы аға бауырлармен, арқамыздың атбегілерімен ақылдасып, туған жерім, еркіндігімде осының тұсауын кесіп, арқа алтын құнан алғашқы осы авторский несін алып, туындысын кестік. Сол кезде бүкіл арқамыздың атбегілер қолдап, бас жүлдесін өзіміз тігіп, автокөлікті атбегілер қуанышпен құшақ жая қолдап, 15 орын жүлдемен сон қолға алып, бірінші туындысын ауылында кескем. Содан мынау екі алғашқы Жезқазған облысы, кейінгі Қарағанды облысы, бір айтқанда арқа атбегілері құжат бөлінгенмен жүрек бөлінбей атбегілер бірігіп, осының жалғасын биыл тағы екінші арқа алтын құнан өткізуге жалғасын тауып отырмыз. Осыны қолдап, өзіміз кезінде мынау Жаңарқа ауданына қарағанбыз. Біздің Еркіндік ауылы Жаңарқа ауданының бірінші ауыл болған. Содан міне осы Жаңарқа ауданынан бірінші аудан аралығында бірінші осы жерге әкеп туын тігіп отырмыз. Бүгін міне Алла осы аман есен өтуге Алла нәсіп етсін. Абыройлы болсын. Алашымызда осындай бәйгелер көп болсын. Бұл алтын құнанның мақсаты арқаға осыдан қаншама ат кіріп жатыр. Қаншама аламан кіріп жатыр. Біз болар елдің жігіттері бір-бірін батыр деу керек, елді ойлау керек, жерді ойлау керек. Сол мақсатта елге ат кірсін, атбегілердің саны көбейсін деп, атқа қонған қазақ, таққа қонғаннан да жоғары сезінеді деп, осындай мақсат қойған бауырым. Жақсы, мен сұрақ қойын. Енді былтыр Еркіндік, биыл Жаңарқа. Әрмен қарай аудан бойынша жалғасын таба бере ма? Иншалла жалғасын табады. Бүкіл екі облыстың азаматтар әр аудан ұсыныстарын жасап отыр. Оны біз күзге қарай талқылаймыз. Маусым жабарды жауып, содан кейін өзара біз қысқа қарай соғымыз шекіп отырып, сол кезде талқылаймыз оны. Қай ауданға беретімізді. Жүлдеге байланысты айтайықшы, мен жаңа өз сөзімді айтып өттім. Құнанға қателеспесем 20 жүлде тігіліп отыр. Бұл атам қазақта негізі аттың терін бағалаған ғой. Мына кейінгі бәйгелерді қарайым. Бірінші мен кіру жарнасына қарсы азаматтың. Кіру жарна деген болмау керек. Бұл ат бәйгелер үшін тегін болу керек бәйге деген. Екіншіден аттың тері бағалау үшін жүлде көбею керек. Біздің арқа өңіріне 7 орыннан төмен бермейміз жүлдеге. Соған қоса біз құнанға арнайы әр келген бала былтыр алтын құнан алғашқы туындысын жасаған кезде 16-шы, 17-шы, 18-ші кеткен балалар аға жүлде бар ма деген әлі жүрегімде қалған. Содан аттың терді биыл 19 орынға жүлдесін қойып, 20-шы көрермен көзайымын тігіп отырмыз. Осындай аттың тері бағалансып. Егер де 20-дан астамда аттар өтіп атса құнандар, таза, оғаларға да қосымша ақшалы жүлде беріледі. Жақсы, түсінікті болды. Енді былтыр бірінші рет, биыл екінші рет тағы айтылып айтамыз. Енді бұл бәйгеге қызығушылық танытып атқан атбегілердің саны көбейіп жатқанға ұқсайды. Өйткені тіркеліп атқан құнандардың саны көп деп естідік. Ақиқат бауырым. Былтыр біз 230-дан төмен жоғары тіркелгенбіз. Биыл 240-тан жоғары тіркелді. Жылдан жылға сан көбейіп келе жатыр. Сосын рет
10 күн сайын біз тіркеуден өткізіп отырамыз. Сосын республикалық ереже бар тіс жөнінде. Сол тісті 15 мамырға шейін тіс семеу керек. Соның бәрін 15 мамырға шейін біз тексеріп алдық. Бәрінен 10 күн сайын сосын Құнанның арқа өңірінде дайындықта ғана болу керек. Соның бәрін тексеріп отырдық. 7 кезең тексеру болды. Содан өтіп іріктеліп бүгінгі күнде осы жерге әр бәйгеден енді ат сүрінбей тұрмайды. Бұл көктемде бекітілген нәрсе. Одан кейін 7-8 бәйге болды. 66 құнан шапқалы тұр бүгін, Алла жазса. 70-ке таман құнан шапқалы тұр бүгінгі күнде. Жақсы, енді көп уақытыңызды алмайық, ұйымдастыру барысында жұмысыңыз көп. Енді бүгін бірінші келген құнан арқаның үздік құнаны деген атақталады ғой. Алады иншалла. Бұған қосымша өзіңіз көріп отырсыз, бауырым. Алтынтайды да осы Ұлытау облысының азаматтары ұйымдастырып, Қарағанды бар бәрі Алтынтайда қосып өткізіп отырмыз. Келешекте Алтынтайға да машина тігіледі деген мақсат қойып отырмыз. Жақсы, ниеттеріңіз оң болсын. Алла разы болсын, қадамдарыңыз ғұмыр болсын. Бәйгелеріңіз оң болсын. Амин. Қымбатты көрермен, қазір міне жүргізуші Нұртілеу бауырымыз хабарлап жатыр. Санаулы минуттардан кейін біз бәйгені бастаймыз. Құрметті көрермен, аламан бәйге басталды. Міне көз алдарыңызда шауып бара жатыр, шаңғы аспанға көтеріп 47 аламанның арғымағы бүгінгі жарысты бастады. Керемет шабыс, керемет бастама деп айтсақ болады. Барлығы дін аман сөреуден шықты. Міне көзді ашып жұмғанша біздің жүйріктеріміз айналымның ортасына да келіп жеткенге ұқсайды. Айта кетейік, бір айналым 3 шақырымды құрайды. Қазіргі уақытта біздің аламанның жүйріктері 1,5 шақырымды бағындырды. Айта кетейік, 18 шақырым 6 рет айналады. Бәйге қатысып отқан арғымақтар ендеше бүгінгі бәйгеде қайсысы бірінші келеді, қайсысы аламан бәйгінің тұлпары атанады. Әрине сізбен біз бірге білеміз. Назарларыңыз шауып бара жатқан аламанның арғымақтарында болсын. Қымбатты көрермен, көз алдарыңызда 1, 2, 3, 4 жүйрік топ бастап бара жатыр. 4-шісі көк екен, көзге анық көрініп тұр. Енді осы тұлпарлар арасында бұған дейін бәйге ұтқан, бұған дейін жүлдеге ілінген жүйріктер бар. Солардың бірде-екілісін айтып өтейік. Әрине, біріншісі Тұмар деп айтсақ болады. Былтыр еркіндікте өткен дәл осы бәйгеде бас жүлдені иеленген еді. Одан кейін екінші тұлпарымыз Кейкі. Шет ауданы Орта ауылының арғымағы. Ол да бүгінгі бәйгеден дәмелі тұлпарлардың бірі. Енді біз осы Қарағанды Ұлытау облысының тұлпарларын айтып отырмыз. Оның сыртында сырттан келген, басқа өңірлерден келген жүйріктер де бар. Жамбыл облысынан келген, Алматы облысынан келгенде арғымақтар бар. Олар да бүгінгі бәйгеден жүлде алуы бек мүмкін. Жүлде қорын тағы бір қайталап өтейік. 7 орынға жүлде тігіліп отыр. Бас жүлде 300 мың теңге және 1 жылқы. Міне қымбатты көрермен, бірінші айналымды аяқтауға біздің жүйріктеріміз жақындап келе жатыр. Міне көз алдарыңызда қараңыздаршы, керемет көрініс, керемет шабыс. Тұлпарларымыз, арғымақтарымыз 4 аяқтарын тең тастап жүйткіп келе жатыр. Міне арқаның шаңын аспанға көтеріп келеді. Екінші айналымға жақындаған кезде сәл саябыр табады бұл жүйріктер. Міне қазір топ бастап баратқан қос тұлпар сіздердің назарларыңызда. Бірі торы болса, екіншісі жирен. 39 бен 5. 39 бен 5. Жаңа ғана айттық, Жамбыл облысынан, Алматы облысынан тұлпарлар келді. Енді Жамбыл облысынан Ақмая, Жібек және Нұрторы келіп отыр. Алматы облысынан Ерке Жирен келіп отыр. Ерке Жиренде бұған дейін топ бәйгеге қатысып жүлдеге ілінген еді. Оны да бүгінгі бәйгеге ілінет деген тұлпарлар қатарына қосып қойсақ болады.
Міне назарларыңызда бойтұмар мен қасиет міне біздің алдымызға келген кезде шабыстары сәл баяулап қалады. Ол түсінікті де, өйткені біздің алдымыз сәл өрлеу келеді. Ар жаққа барғаннан кейін еңіс болады. Сол кезде жылдамдық қосып алатынға ұқсайды. 5-ші нөмірмен 39 әлде сол қасиетпен бойтұмар ізін алып міне торы тұлпарымен шауып бара жатыр. 8-ші нөмірдегі бұл әрине Ерке Жирен ба? Дәл өзі Ерке Жирен ізін алып бара жатыр. Шабысы жақсы, үстіндегі шабандозы барынша сәйгүлігінің басын тартып, орта шабысқа келтіруге талпынып баратыр. Бірақ оған көнетін Ерке Жиренді көрмей тұрмыз. Мына қымбатты көрермен, Таңшолпан 3-ші айналымға келген кезде бәйгені аяқтанға ұқсайды. Ізін алып келе жатқан қасиет әлде топ бастап келе жатыр. Жанына ілескен жүйіктер бар. Қазір жанымызға келсін, атын атап түсін түстеп береміз. Міне 3 жүйрік біздің алдымызға келді. Қасиет 5-ші нөмірдегі, 15-ші нөмірдегі Ақтау Қасқа және 45-ші нөмірдегі тұлпарымыз. Ақтау Қасқа осы 2 жылдың жүзі болды, осы бәйге алаңында жүр. Бүгінгі де шабысы жаман емес. 45-ші нөмірдегі Талғыз екен, құрметті көрермен. Отыр құнанында шауып жүлегелім жүрген жүйріктердің бірі. Топ арасының соңында көріп тұрмыз. Топ бастаушылар өзгіргенге ұқсайды. Бірнеше кетіп бара жатқан Ақтау Қасқа болу керек. Көк ат қой, я. Көк ат кетті, ізін алып көк ат кетті. Көріп отырсыздар, топ бастаған жүйріктер алма-кезек ауысып отыр. Барлығы топтасып алып, енді бір-бірінің шабысын баға таңысын аңдайды.
Енді ұзата қоймайды. Қазір біздің алдымызға келгеннен кейін 4-ші айналым аяқталады. Міне топтасып келе жатқан тұлпарлар сіздердің назарларыңызда. Керемет шабыс. Бұрылыстан торы тұлпар ма, көк тұлпар ма топ бастап шыққан. Керемет бұрылды. Керемет жылдамдық қосты. Торат екен. Құрметті көрермен, ерке жиренге ұқсаттым мен. Ақтау қасқа ма, жоқ басқа көк ат па? Жоқ, ол емес екен. 8-ші нөмірдегі ерке жирен топ бастауға кірісті. 10-ші нөмірдегі ізін алды айттым. Жаңа алма кезек топ бастап бара жүріп 8 пен 10 алдыға шықты. Ізін алып келе жатқан біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, 6 тұлпарымыз бар. Біреуі жарыс жолынан шығуға жарыс жолынан шығып барып қайта қосылды. Күші жетпей жатыр. Әрине дайындығы келіспеген секілді. Қазір өзге аттарды қуып кетті. 2 ат кетті. Ізін алып бесеу ма? Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Сіздердің назарларыңызда 5 жүйрік топ бастап бара жатқан. Қараңыздаршы, 3-ші топтан келіп 2 тұлпар, 2 сәйгүлік алдыңғы топқа қуып жетті. Әргі жағында шауып келе жатқан торының шабыс жақсы екен. Бауырын жазып, кең көсіліп бара жатыр. Алдыңғы топқа қосылуға жақын. Ерке жирен бар, Ақтау қасқа бар. Және нөміріне көзіміз жетпей тұр міне. Ортадан килігіп барып қосылды. Жаңағы біз айтқан тұлпар міне Ақтау қасқаға жақынданды ұқсайды. Ерке жирен назарларыңызда 8-ші нөмірдегі. Ол да топтың артын алып, асықпай атын терлетіп алып, жабан досына шауып келе жатыр. Міне осы тұлпарлар арасында тартыс болады, жарыс болады. Қазір біздің алдымызға келгеннен кейін 5-ші айналымды аяқтап, соңғы айналымға кетеді. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9, 10 тұлпар. Егер мен қателеспесем, топ бастап келе жатқан. Осылар арасында жарыс болады, осылар арасында тартыс болады деген үміт бар және сенім бар. Өйткені біз соңғы айналымға жақындап қалдық. Мына тұлпарларымыз сол шабыс, сол қарқын. Қазір ақырын жылдамдық қосу керек. 10-ші нөмірдегі Ақтау қасқа, 5-ші нөмірдегі Қасиет топ бастап бара жатқан. 45 бар, 15 бар, 61 бар, ерке жирен бар және 50 бар. Мына айттым жаңа соңғы айналымға келген кезде тұлпарлар шашыла бастады. Біреу, екеу, үшеу, төртеуі талпынып алдыға шықты. Қалғандары ізін алды. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Сонымен 9 ат соңғы айналымның көшін бастаған.
Міне жаңағы біз айтқан 9 тұлпар шашырап кетті. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеуі қалды. Жүлдеге таласатын, бас жүлдеге таласатын алдындағы екеу болу керек. Ерекше қарқын, ерекше шабыспен келе жатыр. Біреуі көкпа, ақтау қасқа ма бірі? Ерге жиренмен ақтау қасқа болуы мүмкін деген болжам айтылып жатыр. 15 пен 5 екен. Гакку мен Қасиет екен топ бастап бара жатқан. Міне жаңа ғана төрешілер хабарлады. Қос тұлпар жеке дара топ бастап бара жатыр. Топ бастап келе жатқан әрине ол Қасиет. Ізін алып келе жатқан Гакку. Гакку мен Қасиет арасында тартыс бола деп едік. Қасиет қараңыздаршы, керемет қарқынмен, керемет шабыспен топты бастап келе жатыр, бірақ Гаккудың де шабысы жаман емес. Міне қос тұлпарды сіздердің назарларыңызда. Гакку мен Қасиет, сіздер көріп тұрған ол әрине Қасиет. Бүркіт Мырзаның баптауындағы Қасиет жеке дара топ бастап келе жатыр. Атамекен ауылының арғымағы Қасиет жеке дара топ бастап келе жатыр. Тілгөз тасқа жүйрік мықты екен, тұлпар екен. Бәйге басталғаннан топ бастап еді. Міне өздеріңіз көріп тұрсыздар. Соңғы 200 метр қалғанша топ бастап келе жатыр. Еркін келді, көсіліп келді. 5-ші нөмірдегі Қасиет бүгін Аламан бәйгінің жеңімпазы. Екінші келген Ерке Жирен, 3-ші болып мәре сызығын кесетін 15-ші нөмірдегі Гакку болу керек. 10-ші нөмірдегі Ақтау қасқа мәре сызығына 4-ші болып жетіп келе жатыр. 5-ші болып келе жатқан 28-ші нөмірдегі тұлпарымыз. Оның аты Көк Дауыл. Алтыншы орынға үмітті тұлпардың бірі 45-ші нөмірдегі Талқыз. Бәйге басында айтып едік Талқызды. Талқыз жүлдеге енді 6-шы орынға ілінетін болды. Бәрекелді дейміз. Ат шабысына қарай шабат, ер намысына қарай шабат деген қадырлағай міне. Шабысты тұлпарлармен намыс. 14-ші нөмірдегі тұлпарымыз мына аяңмен 7-ші орынға ие болды. Ол 14-ші нөмірдегі аттың аты Ақтау ауылының Қарақаты. Осымен қымбатты көрермен, тігілген 7 жүлденің иегерлері анықталды. Бәйгілі болған атбегілерді шын жүректен құттықтаймыз. Біз әрмен қарай тай бәйге ойсамыз. Құрметті көрермен, назарларыңызда арқаның алтын тай бәйгісіне қатысатын жүйріктер. Жалпы жиыны 53 тұлпар арқаның алтын тай деген атаққа таласады. Ендеше назарларыңызда тұрған жүйріктерді таныстырып өткенімше бәйге бітіп кетеді. Сол себептен мықты деген бұған дейін жүлде алып жүрген жүйріктердің атын атайық. Қайсысы бүгін бәйгінің басы болады деген сұраққа жауап іздеген атбегілер бізге бірнеше тайдың атын атады. Осылар жүлдеге таласуы мүмкін деді. Соның бірі Дәрия, Айшырақ, Сапсан, Асылтас, Айторы, Дубай. Міне басталды.
53 тай. Бүгінгі бәйгіні арқаның алтын тайын бастады. Керемет шабыс, керемет қарқын, қараңыздаршы. Барлығы бәйге аңсап тұр, барлығы бәйге тілеп тұр. Сол себептен бар жылдамдықпен бұлар шауып келе жатыр. Керемет шабыс, керемет қарқын деп айтсақ болады. Бері тұр 53 тай, қараңыздаршы. Қандай керемет көрініс. Желмен жарысып бара жатқан жүйріктер осы қарқынмен бір айналымда айналып шығады. Айта кетейік, 3,5 шақырым белгіленген. Дубай келема, Айторы келема, Айшырақ келема, Сапсан келема, Асылтас келема деген көпшіліктің көкейінде сауал бар. Бұған дейін бәйге алып, бәйгінің басы болып жүрген жүйріктер. Бірақ қазақ айтады, бақ шабама, бап шабама дейді. Бағы мен бабы қатар шапқан өзге жүйрік келуі де мүмкін. Онда естен шығармайық. Дайындығы келіскен өзге тұлпар. Бұған дейін аты шықпаған, танылмаған тұлпарда топ бастауы бек мүмкін. Сол себептен де біз әліптің артын бағамыз. Қараңыздар, мені көзді ашып жұмғанша айналымның ортасына келіп жетті. Үздік создық шауып бара жатыр, қараңыздар ше тұлпарларды. Арқаның шаңын аспанға көтеріп, арқырап шауып баратыр арқаның тайлары. Қараңыздаршы, әлі де сол қарқын, әлі де сол шабыс. Тұлпарларымыз үздік создық шауып бара жатыр. Қайсысы бір келет, қайсысы екі келет. Міне атбегілер де тағатсыздана өздерінің тайларына қарап ойланып тұр, қобалжып тұр. Олардың сезімін түсінуге болады. Қараңыздаршы, міне шабандоздар айқайға басып, әні қос қапталдан қамшыны ұрып, жүйткіп келе жатыр. Бірінші келе жатқан Дубай, 7-ші нөмірдегі Дубай жеке дара топ бастады. 35, 46, 16, 18, 35-46 35-46 дейді. 35 пен 46-ны айтайық. Қамбар 46, 35-ші нөмірдегі Айторы жаңа біз айтқан екінші келді. Міне көрдіңіздер, 3-ші, 4-ші, 5-ші орынға тайлар қатар кірді. Олардың барлығын сіздерге рет-ретімен жазып көрсетеміз. 7-ші нөмірдегі Дубай ерекше қарқын, ерекше шабыс көрсетті. Бүгінгі арқаның алтын тайы бәйгісін жеңіп алды. Жүлдеге ілінген, жалпы жүлдеге ие болған атбегілерді бүгінгі бәйгісімен құттықтаймыз. Ал біз әрмен қарай арқаның алтын құнанына ауысамыз. Санаулы минуттардан кейін құнан бәйгі басталады. Міне өздеріңіз көріп тұрсыздар, жалпы жиыны 67 құнан бәйгіні бастауға дайын. Бірақ төрешілер қазір құнандардың тісін тексеріп, нақ жасына сай ма, сай емес па, соны бағылап тұр. Міне сол арқылы құнандар сөреге қарай бет алады.
Mine kımmatlı көрермен санаулы секундтан кейін арқаның алтын құнаны басталады. Назарларыңызда 67 құнан сақадай сай бәйгіні бастауға дайын, тек төрешінің белгісін күтіп тұр. Міне қымбатты көрермен, белгі берілді, бәйгі басталды. 67 құнан іріктелген арқаның арғымақтары бәйгіні бастады. Жылдамдық керемет, қарқын жоғары, 4 айналым 12 шақырым. Шаңды көтеріп, жүйткіп бара жатыр. Жүйріктеріміз топтасып қараңыздарша. Не деген керемет шабыс, не деген керемет қарқын. 4 айналым, барлығы ақ киім киген. Барлығының да құнаны бүгінгі бәйгіге жылтырап дайын келген секілді. Қараңыздарша. Қарасаң көз сүйсінетін көрініс қой. Бізді өксоздық шауып баратыр арқаның құнандары. Міне бірнеше айналымның жартысынан асты. Құнандарымыз шамалап айтсақ 2 шақырымдай шапты, үздік создық топтасып келе жатыр. Алдыңғы топ барлығының да қарқыны жаман деп айта алмаймыз. Енді бүгінгі бәйгеден дәмел, бүгінгі бәйге алады деген жүйріктерді атап тұрайық. Енді атбегілердің айтуы бойынша, атбегілердің болжамы бойынша мына жүйріктер топ бастай жүлде алады деген пікір бар. Олардың қатарында Бақша бар, Сақып бар, Акула бар, Күзбе бар, Тау күрең бар, Нұрторы бар, Қара жебе бар. Оның сыртында Қарлығаш бар. Арқаның атбегілері осы 5-6 құнаннан үміт күтіп отыр. Себебі бар, өйткені бұған дейін бұл құнандар бәйгі шапқан, бәйгі отқан, ашылған, тынысы кең, жүйрік құнандар. Бірақ Бақша болма, Бапша болма дейді. Басқа бір жүйріктің жұлдызы жарқырап келуі де бек мүмкін.
Былтыр атбегілер болжам жасаған кезде Бағиз ағамыздың құнаны өзгелерден ерекшеленіп бірінші келген еді. Енді міне бірнеше айналым аяқталды. Топ бастап бара жатқан 81-40-33. 81-40-33. 43 Бағнұр. Енді екінші айналымды аяқтауға жақындап келе жатыр. Үш құнанымыз, егер қателеспесек, үш құнан топ бастап келе жатқан секілді. Рас, үш құнан топ бастап келе жатыр. Үш құнан менің жаныма жақындағанша бүгінгі бәйгенің жүлдесін атап өтейін. Тағы да 20 жүлде тігіліп отыр. Бас жүлдеге автокөлік. 7 миллионның үстіндегі автокөлік бірінші орын иесіне беріледі. Мына төрешілер 40-шы нөмірдегі тұлпар топ бастап келе жатқан айтты. Ол 40-шы нөмірдегі жүйрігіміз Қара Жебе. Балықты Гөлдің жүйрігі. Егер қателеспесек, Бағиз ағамыздың Қара Жебесі болу керек. Балықты Гөлден сол Қара Жебе топ бастап келе жатыр деген ақпар түсті. Қазір мені көріп тұрсыздар, жанына жақындады. Мұны шекеш шарқырап келе жатқан сол қара құнан дәл өзі 40-шы нөмірдегі Қара Жебе. Балықты Гөлдің жүйрігі. 21 мен 81. Мақсат ағамыздың тұлпары 81, 21-33. 21-ші нөмірдегі Нұрторы. 23 болса Таңсәрі. Міне, 4 тұлпары топ бастады. Қара Жебе, жебедей ызғып топ бастап бара жатыр.
Мына қара құнанға Бағиз ағамыздың құнанына бір құнан ілесіп келе жатыр, жақындап келе жатыр. Арасы шамалап айтсақ 3-4 метр. Қуып жетуге жақын деп айтсақ та болады. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Мына қараңыздар, 4 құнан топ бастап келе жатыр. Тағы да 4 құнан жылдамдықпен ізін алып келе жатыр. Ұзатқылары келмейді. Қазір біздің алдымызға келгеннен кейін бір айналым қалады. 3-ші айналымды аяқтауға жақын жүйріктеріміз. Осылардың арасындағы біреуі бүгін автокөлікті жеңіп алатын секілді. Себебі шауып келе жатқан 8-9 жүйріктің де шабысы өте жақсы. Мына біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, 21 ма, 5-ші болып ізін алып бара жатқан 81 ма. 81. 81, 5-ші болып жүйткіп бара жатыр. Алдын алып келе жатқан. Әрине қара жебе топ бастап келе жатыр. Қалғандарының нөмірін айтайық. 70, 33, 79, 33, 70, 79, 79, қара қыз. «33 қарлығаш, қара жебе, қарлығаш және қара қыз үздік-үштік осылар топ бастап қара жатқан. Міне осы алдағы 4 жүйрікке соңғы айналымға кетті. Төртеуінің қайсы мықты деген көпшілікке сауал бар. Барлығының шабысы да, аяқ алысы да бірдей деп айтсақ болады. Тағы бір қайталап өтейік, соңында келетқан тұлпарларға да үміт үзбеу керек. 20 жүлде тігіліп отыр, сол себептен ізін алып келе жатқан, аяңмен келетқан тұлпарлар да соңына дейін шыдас беруге талпынады. 3 тұлпар бөлініп шықты, 4-шінің шабысы бәсеңдеп қалды, өздеріңіз байқап тұрсыздар. Қара жебе мен қара қыз бекен топ бастап бара жатқан, солай болу керек. Одан кейін 33-ші нөмірдегі қарлығаш деді ғой, қарлығаш, қара жебе және қара қыз болу керек, үздік-үштік. Міне тағы бір жүйріктің шабысы бәсеңдеп қалды. Екеу келе атыр. Міне назарларыңызда қарлығаш пен қара жебе топ бастап келе жатыр. Егер қателеспесек, мәреге дейін 600 метр қалды. Қара жебе ме, қарлығаш па? Жоқ әлде ізін алып келе жатқан 3-ші тұлпар ма деген сауал бар. Бірақ 3-ші тұлпар әлде сақтап келе жатыр ма? Жоқ әлде шабысы сондай ма? Жылдамдық қоса қойған жоқ. Алдыңғы екеуі де сол шабыспен келе жатқанға ұқсайды. Айналымның ішін алып келе жатқан тұлпардың шабысы өте жақсы деп айтамыз.
Қара қыз ба жоқ әлде қара жебе ма? Қара жебенің шабысы бәсеңдеп қалды ма? 40-шы нөмірдегі тұлпарымыз, я, қара жебе бәсеңдеді. Қара қыз алдыға шықты. Қара қыз бен 79 болу керек. Топ бастап келе жатқан 79 әрине қара қыз. Оған лесіп келе жатқан жүйріктің нөмірі қандай? 33 па? Я, 33 пен қара қыз дейді. 33 қарлығаш, қарлығаш пен қара қыз. Қара қыз бен қарлығаш. Қара қыз бен қарлығаш қайсысы мықты? Қайсысы бүгінгі арқаның алтын құнаны деген атақты арқалайды? Міне бірінші келе жатқан тұлпарымыз, ол әрине, егер біз қателеспесек, қара қыз болу керек. Қара қыз ба? Қара қыз, я, қара қыз арқаның алтын құнаны. 33-ші нөмірдегі қарлығаш 2, 40-ші нөмірдегі қара жебе 3-ші, 70-ші нөмірдегі, я, 70-ші нөмірдегі тұлпарымыз 4-ші орын болды. 36 мен 81 ізін алып келе жатыр. Қайсысы мәреге бірінші деді? 81 ме, 36 ма? Я, 81 озды. Міне қымбатты көрермен, жүлдегерлер мен жеңімпаздар анықталды. Барша атбегілерді бүгінгі жүлдесімен шын жүректен құттықтаймыз. Ал бұл жолы жүлде бұйырмағандар қамықпайды деген ойдамын. Ендігі жолы бәйгінің басы болсын деп тілейік. Өздеріңіз көргендей, біздің тұлпарымыз қасиет десе қасиет, қадірлі ағайындар, Мұхаммед Ярым Нұрлыбек ағамыздікі. Атамекен ауылы, қошеметтеп отырыңыздар, біздің жаңағы тұлпарымыз. Аламан бәйгенің бас жүлдесі байтал және плюс қой, жабу, жүген, қамшы және 300 мың теңге қазына ақша. Көріп тарапты болсын. Құрметті ағайын, сонымен бүгінгі көптен күткен Қарағанды облысы және Ұлытау облысының құнандарының арасындағы арқа алтын құнан 2025 бәйгесінде бірінші орын алған 79-шы нөмірдегі қара қыз атты құнан иесі намысы Нұрлан Бақтеріс Сұлтан Нұра ауданы Ақмешіт ауылы Феррари командасы. Қошеметтеп қойыңыздар, қол соғыңыздар, қақтыра шапалақтарыңыз жігіттер. Бірінші орынның жүлдесі автокөлік, Тиго, кубок, жалу, ертоқым, қамшы, форма шабандозға. Қақтыра қолдарыңызды соғып қойыңыздар, қошеметтеп қойыңыздар. Міне арқа алтын құнаны келді ол құнан, қара қыз келді. Қошемет, көпірі, шапалақ.
Құрметті көрермен, осымен арқаның алтын құнаны бәйгісі аяқталды. Көрдіңіздер, жалпы бүгінгі жүлдеге ілінген, жеңімпаз атанған барша атбегілердің жүзінде қуаныш бар. Ол рас, өйткені 20 орынға дейін жүлде берілді, 21-ші орынға көрермен көзайым ретінде тағы бір жүлде қосты. Керемет бәйгі, керемет қуаныш, осындай қазақтың тойы, осындай қазақтың дәстүрлі өнері қашанда шарықтай берсін, жасай берсін. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Біз әрмен қарай еліміздегі ірі бәйгілерге аттанамыз. Аман болыңыздар.